Құрметті отандастар, биылғы жыл ерекше жыл. Ерекше болатын себебі 20 ғасырдағы адамзат баласының басына алапат ауыртпашылық әкелген екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына биылғы жылы 80 жыл. Осынау айтулы мереке қарсаңында көктемнің алғашқы қарлығашындай болып келген мемлекетіміздің мерейлі мерекесі алғыс айту күні сәйкес келіп тұр. Мәселенкей біздің Жамбыл облысынан 106 мың адам азамат отанды қорғауға аттанған болатын болса, соның тең жартысы, яғни 54 мыңдайы туған топыраққа оралмай қалды. Міне бүгінгі күнде араға 80 жыл уақыт салып, сол туған жерге оралған 54 мың ардагерімізден бүгінгі күнде 5 азаматымыз, яғни 5 ардагеріміз ғана сапта жүр. Сол кісілерге мың бір тағзым айтып, ұлы ата-бабалардың рухына, бабаларымыздың рухына тағзым жасап, алғыс білдіреміз. Алғыс айту күні құтты болсын.